проф боец, медийный боец. Қыздардың арманы 2004-терде. Қонақта Упучук. Қош келдің. Мен үшін сыйлы ол легенда. Ол кісі менен кейін карьерасын аяқтаған Сіз новый Конорды бәріміз күтіп отырық, иә? Конор Макгрегор, Майкл Чендерлермен шығады. қолдан жасалған чемпион деп ойлаймын. UFC дейтін кедей мемлекеттерде дамитын спорт қой. Сол кезде біздің госполдар көтере алмай $50,000 алып қалады жаным деп шығып кеткен сақтан жерде бір. 2-ақ секунд да. Енді провокация беріліп қойды енді айтып. Профессионалдығын көрсету керек еді. Гейджиге ақыл айтып отқандар ше екеуі. Бәріне ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым, бұл Inside подкаст. Әдеттегідей сіздердің жүргізушілеріңіз мен аңсаған және менің досым Ерік Нияз. Бүгін біз әлемдегі ең үздік төбелестен дивизион. Дұрыс айттым ғой? Дивизион UFC 300-дің кешегі күшті кеші өтті. Соны талқылаймыз. Бүгін бізде қонақта осы тақырыптан алыс емес проф боец, медийный боец, көшеде де төбелескен кезінде тамаша десең, блогер, тағы амбассадор, актер, тағы не қосайын? Қыздардың арманы 2004-тер. Иә, қыздардың арманы 2004-тердің. Иә. Қартайып бара жатса 2004-тердің байқаған жоқсың ба? 2004-тер қазір 20-да ғой. 20-да. Осы 3-4 жыл бұрын ағай деп жүреді. Қазір что там не план дейді. Что там не план дейді. 2004-тер 20-да болса біз қартайдық қой, 99-дар, иә? 99-дар айтып жатқан. 96-лар ше. Бүгін бізде қонақта Упучук. Қош келдің, Упучук. Ансаған Осыған дейінгі қонақтардың арасында ең қатты шапалы құрылған өзіңе қаншадан бердің? Айт сразу. Ансаған сен андай қош келдің демей ақ қой, сен 96-сың сен. Қош келдіңдер. Кішкене андай байсалды бол. Бізде Упучук октагонның проф боеці, рух файтингтің медийный боеці. Сол екі ортада жүрмін қазір. Медийный дивизионның поясына үміткер. Иә, бұйырса деп отыр сол. Қашан бой? Қашан сен соңғы рет қашан шықтың өзі? Соңғы рет реалитиде шықтым ғой. Шелби дейтін жігітпен Көкшетауда сол реалитиде төбелестім. Одан кейін барлық ол андайға әсер етпейді? Ол рекордқа жоқ. Былай профта ноябрьде шықтым. Өкінішке қарай ұтылып қалдым. Ұтып аттым. Айтпақшы, мен бір әсе айтайыншы мына жерде. Упучук сен маған вообще футболға қарсысың. Мен айтайын. Мен короче Упучуктың бойын көруге барғанмын. Том Шелбимен. Дәл алдыңғы қатарда отырмын, аппақ футболкамен отырмын ғой. Бір моментте үстіме жазып қаланған қуанып. Міне футболка берем. Егер Упучуктың бойына баратын болсаңдар, соңғы қатарлардан орын алайық. Упучуктың бойына соңғы қатарларда орналасың ғой. Түкірсе алысқа. Жоқ, мен короче Том Шелби мен Упучуктың бойын көрдім ғой. Қарап отырмын. Басында ор дедім, одан кейін ұрмай-ақ қой Упучук дедім. Дәл сондай оқиға болды. Өйткені маған организаторлар айтқан ғой, әділет енді біз оны білмейміз дейді да, қалай төбелесетінін. Егер де оңай болып жатса, 3-ші раундқа жеткізіп көр дейді. Егер де қиналып қалсаң, енді 1-ші раундта ұйықтап таста деді. Сразу 4 секунд бастал, 4 секунд ұрам, отыра қалады. Ішіме тұрш, пожалуйста деп қоямын. Тұрды, и әр раунд сайын матчмейкер жақындайды. Опа, жай үрш. Оны адам айтқан сайын, наоборот, бір түрлі болып жатқан сен, бүткіл настрой жоғалып кетеді. Сол ұтып, бір отқанда да қатты қуаныш болмады. Как будто андай футболға шығып бара жатсың да, гол салма дейтін сияқты ма бір. Типе қойшы деген сияқты. Не үшін шығамын мен дегендей. Солдай ғой. Сенде профта соңғы рет ноябрьде дедің ба? Иә, 2 бой өткіздім. Жоқ, проф демекші тоже бір нәрсе дейінші, мен Упучук бауырмен ол боец болмағалы араласам да Упучукпен. Короче, бірге КВН ойнағанбыз, Алматының кішкентай лигаларында. Өстіп боец болмағалы деп өйтіп не ама? Жоқ, ол бізге көрсетпеді ғой, стористарын қарайсың, типа, ешқандай тренировкаларын салмайды. Бірге КВН ойнап жүрді, кішкентай Алматының. Тренировканы салмайды, потому что тренироваться етпейді. Жоқ, өйткені біздің еркін күш деген командада Айбек ағай деген бар, үлкен. Қатал ма? Жоқ. Былай залға кіргізбейді ғой мен негізі. Бірақ кейін ағаларды салып орта сөйтіп кірдім. Сосын жайлап стористар салып ұяламын мен өзім. В общем, нетіп жүрді. Одан кейін Жайдарман қараймын, бірсе, короче, эфирге шыға бастады. Өзінің образы болды. Қате болды енді Жайдарман. Тебе үшін қасымызда жүрген КВНщик болды да. И в один момент рух файтингтан шықты ғой.
сосын ладно енді медийный бойлар ғой дедім. Одан кейін барып проф бойларға шыға бастады ғой. бір жылдан кейін UFC-да көріп отырсыз. Убучиктен бәрін күтуге местный лигада КВН ойнап профта төлеші ғой. дейтін бір образ бар еді ғой. Жоқ, бір не футболист бар білесің ба? Боранқұлда ойнап, одан кейін Тұранда первый лигінің лучший бомбардир болған, білесің ба? бір африканец ғой. Я африканец болып бір. Медиалига. Тоже. Сен де бірақ чуть-чуть қарасын енді. Ол футбол ойнап жүріп жайдарманға келген ойыншы шығар. Иә, солай. Иә. Енді так медиалигада егер Томас Шелби санамасақ соңғы рет қашан төбелесті? Ноябрьде төбелестім. Ноябрьде көп төбелесіп қойсың. Сол енді Кіммен төбелестің? Азербайджанецпен. Жоқ, қандай медийнеда. Мединаладан физрукпен төбелестім, қырғыз бауырым. Физрукпен деген қатты хайп болды ғой сол кезде. Сол кісі қайда кетті ғой? Сол кісі менен кейін карьерасын аяқтаған. Запой. Кезінде физрук деген прям жақсы андай хайпта жүрген боец еді. Оның алды тағы бір қырғызбен шыққан. Тоже. Бірақ Досыма та сондай физрукты бір- отқаннан кейін менде қырғыз фанаттар көп болды. Өйткені жек көреді екен. Физрукты типа Біздің елімізде сүрватор деп сондай бір нәрсе. Тамаша. Енді медийнеда бұйыртса қашан бой? Июнда деп отыр, Қапшағай қаласында. Қапшағай Сыртта емес, ма? Қонаев бет. Турнир ма? Турнир Қонаев бола ма? реалити тоже. Өйткені СНГ-ның бойцы мен Қазақстанның бойцтері төбелеседі. Пляжда төлесесіңдер ма? Дейді сондай ана хайптағыдай. Иә, Қапшағайдың пляжында шығар. Как положено. Андай рухфайтинг ішіндегі ойындар болады ғой. Сол кезде волейболды қоса ойнап тұр ғой, иә. Пляжный Мен волейбол. білмеймін, қазір мен 4 сағат деген Таиландқа сборға кетіп жатырмын. Сен кетіп бара Иә, жатрсың уже бүгін? мен дайындалайын деп жатырмын. Сен мына подкаст шыққанда Таиландта уже іс деп. Иә, осы Таиландта как положено. Пауля деп. Иә, UFC-дің жауынгерлерімен бірге дайындаламын. Кім? Петрян. Мен сол Петрян, сосын білмеймін Чимаев кесе бар. келетін шығар, қосылатын шығар Чимаевты. Өзім айтты, екеуің ғана деді, Петрян екеуің ғана десе. Что, кім Қуат ағам күтіп отыр. Қуат Найман сондай, иә, Қуат Найман. Иә. Тамаша состав екен ол жақта. Қанша уақытқа бара жатсың? Бір айға. бір айға, одан кейін ближайший бой бірдеңе бар ма? Сол реалитиге дайындалып отыр. Ерте дайындалып бастап отырсың ғой молодец, иә? Дұрыс қой енді. Иә, соңғы бойда андай менде неден кейін, рухтан кейін, реалитиден кейін хайт көп болып кетті. Реально кәдімгі адамдар уже мен көшеде көрсем бүйтіп кетемін дейді да, бірақ та бетке келгенде айта алмайды ол затты. Құлағанымды күтіп жүр. Құламайын деген ғой сол ойда. Ниетпен, иә? Дұрыс. Бұйыртса бір ай бойы. Таиланд негізі Таиландтағы сбор ол деген прям ценится боецтардың арасында. Ыстық па қазір еще Таиланд? Я білмедім қазір. Муай-тай ма қандай? Иә, тайга Сол. муайтайды. А. Бізде Саят ағамыз бар жаңағы UFC-дің. Бізге қазақтарға 50% скидка алып берді обязательно. Тамаша ғой. Кайф. Болды, бұйыртса дайындалуға барамын. Саят деген менеджер ғой, иә? Иә. Иә, UFC-дегі топ. Всегда шығып жүреді ғой, білесің ба? Иә, Саятты білемін. Шафқат Ахматов қасында. Иә, болады, бар ғой, любой адам бар. Өтірік айтпай ақ қояйын, бір айға сол миллион теңге жетеді. Иә, кәдімгідей тамағың, жататын жерің, тренировка істейтін. Душың бар тренировкадан кейін? Иә, Банглородқа баратын ба жаңағы. Сол үшін. Негізі былай 100 мың жетеді, просто Банглородқа барған 900 сондай қымбат. Жоқ, негізі әркім бару керек дейтін емес енді. Ана жақта шыдай алмайсыңдар сендер, типа сборлар. Жоқ, ондай новичоктар бар. Новичок қалай айтсам болады. Сосын Том Шилдыларға дейсің. 3-4 не бар. Проф дайындалады, любительдер, профтар, жаңағы одан да мықтылар дайындалады. Мен басында новичоктардың арасында жүрген ғой. Деді ерген любительдің арасында тұрған. Сен оған да жарамайсың. Новичок. Тамаша. Жалпы өзің былай бой қарап тұрасың ба? Мысалы үшін Россияда реалити, мен сол жағындағы жігіт осы отырған кезде Қазақстандағы екі топовый боец менеджер осы отырған кезде поп ММА-дағы Дастан Бекен мен Ерасыл Ахрамбек. Өйткені мен білем да Еріктің барлық жаңағы хай файтинг болсын, хардкор болсын бәрін біледі. Сен көрмедің ба, сен білмейсің ба дейді ғой маған. Өйтіп білмеймін десе. Қазақстанда тек мен көретін сияқтымын соны. Бәрін зерттейді ғой еще отырып. Мен короче поп ма бар ғой,
қалай бүйтіп дүниеге келді, сол кезден бастап қазіргі күнге дейін қалай қарап келе жатырмын, короче. О, ММА-дағылардың өзі өйтіп қарамайды. Қарай ма, мен қараймын. Ерасыл білмейді, короче. Мен Ерасылдың сол менеджерім, соны айтып кетті ғой. И осы соңғы рет Ерасыл Сивый дейтін жігітпен төлесті да. И мен үшін Сивый ол легенда. Сивый ол Чоршанбаймен төлескен да. И Чоршанбайдан ұтылып қалды. Ну, сол бойдың арқасында ол прям поп-мада қатты таралып кетті. Сивый ол поп-маның индустриясында лицосы бар. Мен ол Сивыйдың фанаты болған. И Сивый мен Ерасыл төлесін деп жатыр, андай Ерасылға айттым, бетіне айттым, брат, кім ұтса да мен мәз болып тұрмын деген соң. Дұрыс айтасыз, өйткені ана UFC-да Бекзат ағамыз бар ғой біздің. Короче, Умардан ұтылды да, но ұтылса да жаңағы Сивый сияқты атып кетіп тұр да. Бекзатқа жақсы дебют бой берген ғой. Бұйыртса енді Бекзат 3 бойға контракт болды. 3 бойға. Қалған екеуін жеңіп, қайтадан контрактын обновить етеді. Сол бақ қой негізі. Умармен жақсы бой көрсетіп берді, сондықтан Бекзатқа бұйыртса осы жылы уже жазда күзге қарай екінші бой болады шығар. Испанияда деген сияқты. Сен Бекзаттың характеріне не дейсің? Негізі Бекзат, кез келген Бекзаттар мықты ғой. Сидней олимпиадасының Саттарханов, Бекзат Саттарханов бар, біздің өзіміздің жаңағы UFC. В общем, сол екі Бекзатты білемін пока. Баламның атын Бекзат деп қоямын. Ол Бекзаттар көп, қыздарға да қойып жатады кейде. Ойлашы, біреумен төлесін деп жатсың. Ана аты кім десе, Бекзат десе. Кішкене андай. Сондай болады ғой, біздің қазақтар бір жылдар боксқа аттанып кетті, балаларды боксқа берді. Бір жылдары Баландин жүзуден олимпиада чемпионы болып жүзуге берді. Қазір көбісі ММА-ға ауысып кетті. UFC дейтін жалпы ол кедей мемлекеттерде дамитын спорт қой. Жалпы бай мемлекеттер ондай қызықпайды. Жаңағы ат жарыс, теннис, гольф, бай мемлекеттер. Үлкен спорт. Төбелесетін в основном кезінде қиын болды дейтіндер ғой негізі. Төбелесте чемпион болатын кезде. Бір мақтаңдай боламын. Бір зат айтшы, мысалы мен баяғыда Ақтөбеде ойнадым ғой. Футзалдан. Кәдімгі футзальный профкоманда ойнадым. Профкоманда вратарь болдым. Вратарь болдым. Сборныйға да шақырды мені. Сол кезде біздің команда бразильцтер, которые аш жағдайлары өте нашар. Олардың арманы футболмен Еуропаға кетіп болды. Басқаларда арман жоқ. И болмаса жаңағы BJJ бар ғой, джиу-джитсу. Солмен UFC-ге шығып кету. 2 план, и все. Біздің футболисттер тойып жүреді просто. Біздің футболисттерге Первый, второй жеп алғаннан кейін андай ғой, болады осы дейді ғой. айлықтарын қатты көтеріп жібереді ғой. Сол кезде біздің жас балалар көтере алмай қалады. Мен көтере алатын едім дейтіндер бар ғой. Футболистердің баяндаған. Мысалға Дидар деп, Сыдықбек деп. Сен негізі ақшаң көп болса төлеспейсің ғой. Ақшаң көп болса төлеспейсің. Мен қалтамда ақшам болса, нафиг төлейсің. Сол ғой дейсің ғой. Машинам болса, үйім болса. Еркебұлан Тоқтар да сол айтады ғой. Жүрмейді. Асырау үшін деген сияқты. БХБ да. Сондай ғой. Ол төбелес жүре берсіз сен. UFC, жалпы UFC-ді көріп тұрасың ба? Жалпы көбірек. Мен арман сол. Көз-көзіммен көріп. Сен мен алай айтады деп ойласам, UFC-ға шығу деп айтады деп ойласам. Жоқ, ондай. Өзіммен адам білу керек. Шамасын білу керек. Реалист болып тұр. Соны Том Шелбиға айтса, сен шамасын білу керек қой. Білмей қалдық кезде. UFC-де былай барып көрген кезде басқаша эмоция болады. Бүкіл жерде да, футболда да сондай барған кезде UFC-де деген сияқты. UFC-де менде арманым бар. Мен негізі былай баратын мүмкіндіктер болды UFC-ге. Дубайдағы болғанға деген сияқты. Бірақ мен бір қазақ титулға таласқан кезде барам деп өзіме андай қылған. Максимум барған кезде бірден патологына барайын. Сен бауырым, онда сен ақшаны дайындай бер. Скоро Шафқат Рахманов шоу керек болды. Бұйыртса осы жылдың соңына дейін. Америкада төбелесетін сияқты. Жақын жерлерде төбелесіп қалды сияқты. Ташкентте бір карттар болады ғой, сол жақта төбелесіп. Ташкентте картта болмайды. Душанбе ма, қай жер? Дубайдағында примерно Абу-Даби. Дубайда нормально Дубай. Осы примерно сол жақтардан түссе деп. Менің ойымша бар ғой. 4-5 жылдан кейін біздің Қазақстанда болады, Қырғызстанда ұйымдастырады сияқты UFC-ді. Маған сондай білмеймін, қырғыздарға қатты болып барады. Қырғыздар аяқ асты бүйтіп күрестен болсын, жайлап бокс осып келе жатыр, ММА бар. Маған қатты олар. Алматы аренада да ұйымдастырып жүр мүмкін.
Алматы аренада как будто бірдеңе болады сияқты ғой. тұрардың концерті болады сондай концерттер жоқ мен бір жағынан брат келіспеймін. Мысалы поп ммада бар ғой, типа қырғыздар тоже атып отыр ғой қазақтарға қарағанда. Самат деген жігіт иә но білесіңдер ме не үшін? Өйткені қазақтар профбоксерлар поп ммаға қызықпайды да. Егер біздің қазақтар енді поп ммаға күш салса, ойбай ана жақта бүкіл әлем деген вообще біздің астымызда болатын еді деп ойлаймын. поп ммада бөлетіндерге жыным кетсін. былғап тастаймыз дейді ғой иә өздері. Бөлетіндердің неге? Жоқ, UFC-дің өзі поп ММА ғой негізі. Иә. Негізі қалау Шоу үшін басталған кезінде ше. Профты енді біздікілер андай ғой. Қазір көп сөйлеп қоямын, ұтылып қалсам маған. Хейт кетеді. Лучше көтімді қысайын, ұтылсам да бүйтіп несе қояйыншы. Іште болады. Шоу жасағаннан кейін қатты өзің туралы айтасың да, жасау керек болады да. Сонымен қызық, азарт қой. Мен ойлаймын, мысалы, поп-мада, жаңа UFC-да күл Хабиб сияқтылар жүрсе, үндемейтін, бәрі правильный болса, қыз емес болып қалатын сияқты. Пресс-конференция қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Енді сәттілік саған да сәттілік. Молодец, сен мынандай күшті өсесің, сен де күшті өсесің. Давай енді туристе енді травмасыз туристик, давай. Бойдан кейін рахмет, жақсы төбелесің. Жаңағыдай бойда бүйтпейді, бүйтіп тұрады. Негізі халық не сұрайды, соны беру керек. Не үшін Конор ең атақты боец, өзінің артында шоу үшін ғой деген сияқты. Жайлап үйреніп кетіп, біздікілер уже история салып, тиктокқа кіреді, посттар салып жатады. Бойдың алдында бір-біріне вызов тастап, үйреніп келеді. сондай бірдеңелер. UFC-дің не үшін UFC басқа дивизиондардан өте мықты, өйткені оның маркетингі, жаңағы шоуы барлығы өте жоғары деңгейде. UFC-дан қарайды ғой енді. Конференция былайынан отырғыз қою дейтіндер бәрі UFC трендті задавать етеді, қалған алып кетеді деген сияқты. Кешегі енді қазір UFC ана жолды бір жайлап бәсеңдеп қалған сияқты еді, одан кейін қайттан бір-екі шоулар қосылып, анау анаған бүйтіп айтып жіберіп дейтін сияқты нәрселер басталып, қазір қайтадан қызығып бастадым. Өзімді айтып отырмын, мен қарапайым көрермендер. Сен не үшін қызығып бастағанын білемін. Беріліп көретінмін кезінде сол Хабибтің қатты төбелесетін кездері, сосын маған кімдер ұнайтын, анау төбелесетін боецтар ұнайтын, бүйтіп ана кіріп кететін емес, прям тейкдаун емес, чисто ұрысып төбелесе беретін еді ғой. Негізі Хабиб қана алып келді сол нәрсені. Негізі былайынан Конор, там Джозе Альдо бірақ көп кіретін тейкдаунға, иә. Джозе Альдо бразилец емес бізде, джиу-джитсу емес, сондай бірдеңеде. Оның өзі де бірақ қатты кіре бермейтін ғой негізі былайынан кім еді анау? Чандлер ма? Чендлер, сосын Чадлер дейтін бар еді ғой бір боксер. Бір жерінде стойкада төбелесетін. Джон Джонс дейтсей? Джон Джонс дейтін қандай? UFC-де бәрі ойнамайтындар бәрі соны таңдайтын еді ғой. Маған да ойнамайтын. Жоқ ондай. Конор бар ғой, енді қатты күресе алмаса, но оның деген нокауттар енді потолок болды ғой, ойлашы. Конордың Джозе Альдоны 13 секундта құлатқаны. За всю историю ең топ деп ойлаймын. Жаңа маркетинг айтып отырсың ғой. Хабиб пен Конордың екі бойы кәдімгі ең мықты бой болды ғой. И еще адамдарда UFC ойнап отырып, именно екеуін таңдай береді ғой. Зато халықтың миына сіңіп кеткен да. Сондай жасау керек біздің. Реал Ман-Сити сияқты ғой. FIFA-да Реал Ман-Сити, UFC-да кезінде сол ғой. Конор мен Хабиб туристер бересің. Октагон, Найза, Рух, бізде қандай лигалар бар тағы да. Алаш Прайд, жайлап маркетингті дамытып, сол жақсы жұмыс істеу керек қой. Халыққа қызық. И сол кезде Найза мықты. Октагон, Алаш Прайд бар бізде. Намат, Рух. Мен соң кездері Октагон мен Найза былай қаттырақ сияқты қалғандарынан. Өйткені Алаш Прайд кезінде 2014-15-лерде Алаш Прайд дейтін сондай бар еді ғой. И сол кезде басым есімізде қалып қойған ғой. Ардақ Назаров шыққан кезде, сол кезде анау Золотистый бар еді ғой, Алаш Прайдта Золотистый бірдеңелер бар еді, сол кезде қатты басы кететін соғарға. Бұйыртса барлық дивизиондарға сәттілік тілейміз. Дивизиондағы ең лучший боецтер бірден UFC-ге кетіп қалды дейміз. Оған дейін Беллатор ма, сондай бірдеңелер бар ғой. Прямой барған бар ғой. Прямой бекзаттар кетті. Октагоннан барып тұр ғой. Асу ол енді өзін заявить етті ғой. А былай Азат пен Бекзат тікелей барды. И еще одан кейін тағы да 3-4 боец барады. Бұйыртса. Октагон. Болды, бұйыртса қазақтар көріп кешегі UFC 300-дегідей. Кеше UFC 300-де титулға екі Қытай қыз таласты ғой.
сондай сияқты екі қазақ төбелесіп жатса былай керемет емес па деп айтайын десем де екі қазақ төбелестіргім келмейді, бірақ UFC-дағы титул үшін төбелессе керемет сияқты екеуі де. Бізде қарапайым андай боецтердің өздері де қатты болады ғой, танымал емес боецтер, мен қазақ бауырыммен төбелескім келмейді дейді. Қай жақтан төбелесесің енді сен, егер де қазақта отырып шамалы өзің істемесең, сөйтіп. соны дұрыс айтасың. Шамалы ол неде бар? Может қорқа ма? Бір-екі қорқып қалып айта ма деген сияқты. Қарапайым рухта, мысалы, Апачимен неге шықпайсың деген сұрақ қояды да маған. Апачи өзім ағам кәдімгі. Екіншіден, оның жолы басқа. Ол 30-дағы жігіт, осы кезде алып кету керек та. Мен жаспын одан қарағанда. Бір жағынан физрукпен төбелескен кезде, ол физруктан толып қалды ғой. Мен оған обещание бергем, алып берем, бойды алып берем. Ол маған обещание берді, ертең поясымды қорғаймын, саған тастап кетемін деген. Болды, Апачиді кеткен күтемін. Yes. Апачи кеше ой қатты төбелестен ана жол. Ол енді білмеймін, Апачи үп шығып тұрған жерге бүйтіп. Симай клеткаға дәурек бар ма, Васим? Апачи енді бір 2 рет қорғап, сонымен қорғайтындай кіммен, Ақтілекпен бір реванш болса? Бұйырса хан сияқты. Ханмен бір бой, сонымен Апачи медиа дивизионның атасы. Ол уже профқа дайын. Ол профқа дайын. Апачи. Неше килограммда шығады ғой, 75 болсын да? Оның салмақ қуы қиын процесс. 65-ке әрең түсірді ол. 65-ке. Наоборот көтерді ол. Өзі де десең. Сөйтіп жақсы енді бәрін айттық. Енді UFC 300-ге оралайық. Кеше UFC 300 бір қараған кезде тез болып кетті ма? 210 неше деді? 208 демеді. UFC-мен Конормен кім? Хабиб төбелескен. 229, 70, одан кейін 70 рет болды деген миға сыйымсыз ғой, былай қарап тұрсаң. 300-де кеше ең басты бойлардан былай 4 бойы өзіме қатты ұнаған 4 бой болды. Сол 4 бойды айтып кетейік кеттік. Біріншісі Перейра мен Арман Царукян. Арман Царукянды кезінде Дамирмен төбелескен кезде есімде қалып қойған екен. Дамирдің дебютінде Арман ұтып кетті ғой, қателеспесем. Дамир дебютінде емес, бірақ Дамир ұтылып қалды Арманнан. Очкомен ұтылып қалды. Упучук бізде әр подкасттан кейін жарысымыз бар, доп тебу деген, набивать ету дейтін. Ең көп набивать еткен кезде маусым соңында соған бір арнайы сыйлығымыз бар. Әзірге осыған дейін қонақтардан болған рекорд бір 14-15-дей, одан жаңартасын деп ойлаймын. Өзің медиа футболда ойнайсың? Жалпы өзім андай ерекше баламын да. Отырып шекесем бола ма? Болды, кеттік. Құрметті көрермендер, бүгін бізде Упучук алдыңғы қонақтардың рекордын жаңартам дейді, отырып тепкісі келіп тұр. Кеттік, бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Әзірге бірінші орындасың. Әзірге біздің қонақтардың арасында бірінші орынға шықтың. Маусым соңында егер рекордты ешкім жаңартпаса, сыйлық сенікі. Одан кейін ең қызық болған, адамдарда ең көп күткен сол Гейджи мен кімнің Макс Холлоуейдің бойы. Ол бой өзінің ожидание реальность дейді ғой, өзінікін берді. Өйткені екеуі де 2 секунд да, 2 секунд. 1 секунд ғой даже. Негізі ол бас істемей қалды. Осы бойдан бастайық бірден, Гейджи мен Макс Холлоуей екеуі де өте яркий боец. UFC-да хайлайттарда жүретін медийный боецтер. Гейджи деген негізі кезінде Хабибті құлатады ау деп сондай бір айтып еді ғой. Сондай дәрежеге дейін барған. Ал Максты білеміз, любой. Макс деген өзім бір дос балам құсап айтып тұрмын. Макс деген просто андай көзін мынандай ақ кетсе де төбелесе берейік дейтін балдар болады ғой. Сондай UFC-дің бір боецы осындай болу керек дейтін сияқты боецтер ғой. Макс Холлоуей дейтін. Безбашенный дей ма, не дейді оларды? Бәрі бір бет жаппай төбелесе берді ғой. Рукпен жақсы көреді ғой. Бізде жартыбас дейді ғой қазақтарда. Жартыбас дейді. Жаңа орта бағана бойда бүйтіп ортаға кел төбелесейік деп. Анда интернаттан шыққан балдар сөйтіп төбелесетін еді ғой. Екеуі тамаша. Бұл жерде екеуі бір
поясқа төбелескен сияқты төбелесті ғой. Иә. Басқаларына айтпақшы осы UFC 300-де бонус $300,000-ға дейін көтерілді ғой. Сол кезде бағана пресс-конференцияда боецтардың реакциясын білесіңдер ма, деп бәрі біз аламыз деп. И уже 300,000-ға көтерген кезде уже скучный бойлар болмайды деген бірден примерно прогноз болды. Сөйтіп сол 300,000-ды мен осы пара немесе кім алады деп ойлағам. Алекс Перейра самый титулға төлескен. И осы басталды, Гейджи мен екеуі енді тамаша бой болды. 1 секунд қалған кезде 5 раундтық бой болды бұл. Армандардікі 3 раундтық бой болды, иә? Арман Сауркян 3 бой. 3 раунд болды, кімдердікі 5 раунд болды, иә? 5 раундтың 5 минут қой өзі, 5 раундтың 4:59-ында екеуі 58-інде құлайды, қалай бір 2 секунд. Бірақ негізі пачкам тоже Макс жеңіп тұрған сияқты еді. Бірақ Гейджи терять нечего, давай бір $50,000 алып қалады жаным деп шығып кеткен сияқты жерде бір. Тиеді, озар жақсы дейді, и потом енді осы жаңа 1 секунд дейтін бар ғой жаңа. Қатты ойнайды, әр қараған сайын дейтіндер көташ етін сияқты. Күту керек. Енді провокацияға беріліп қойды, енді айтып тұр ғой, кел деп. Ол енді проф боец, ондай жас бала емес. Біз сияқты давай дейтін емес. Ол шамалы күту керек еді. Профессиональный спортсмен ретінде ондай моментте өзінің профессионалдығын көрсету керек еді. Деп Гейджиге ақыл айтып отқандар. Негізі профтың аты жаңа қатты төлесетін емес, негізі профтың аты ол өзінің қалай ұстауы, өзінің дисциплина, питание, уже сол спортқа басқаша қарайды. Соның бәрі осы 1-2 секунд решать етеді дегенші. Ол дегенші деп болса. Сен де асығып кеттің мысалы үшін деген сияқты. Негізі ұтып тұрған жерден беріп қойдың. Такси күтіп тұрды. Сондай нәрселер ғой. Яндекстің ожидайсы қымбат екен. Тамаша. Гейджи мен Максқа отдельный респект. Шапалақ көріп отса. Иә. $300,000 алды ғой. $300,000 алды, бой вечера дегенде екеуі де 300-де алады. 600 алды Макс. Сосын Макс за лучшее выступление деп тағы бір 300 алды. 600. Сосын БМФ-тің титулға деген белдігі бар. Примерно бір Макс бүгін $1,000,000 көтеріп ше бүйтіп, UFC-ді қоямау, мен басқа бір эсто ашып аламау деп отқан сияқты. Жақсы, өте бизнес ашып алмау деп. Иә, топовый бой болды. Вот осындай UFC-де осындай бойлар көбейсін, өйткені зрелищный. Ертең бір жай ғана бір нокаут деп, бір нокаут бүкіл UFC-де 301-ді көруге себеп болады деген сияқты ғой. Ертең біздің дивизиондарда осындай әдемі нокауттар, бірақ 5 травмы болса, көруге де қызығасың, рахат деп. Кімнің? Арнат па? Арнұрдың. Қабылдаев па? Иә, Арнұрдың кеше соңғы бойында тапап жүр ғой ананы. Бұлай да бұлай қызық көдесін да, басқа бойларды да осыларды да көргім келе ма деген сияқты сондай бір интерес пайда болады екен. Так, одан алдын бізде Арман Сауркян шықты. Чарльз Оливейрамен. Скучный лау бой болды. Скучный лау. Бірінші өзім бір бой көргім келіп, бірінші раундта негізі Чарльз Оливейра алды, екінші раунд Сауркян алды, үшінші раунд енді болды ғой, 1-1 терять нечего, екеуі төбелеседі шығар десем. Нет, кім Сауркян жақсы екен андайда, партерда. Более ұстай алады екен. Еще екінші раундта қанағаннан кейін қан көрсетсең, уже ұтылатсың деген сөз ғой. Бәрден қанын сүртіп отырған Оливейраны. Мынаны бәріп тұрып салфеткамен алып келіп жатыр. Оны өзде андай болады ғой. Кейде біз кросс жүгірген кезде біз наушник киеміз. Бізді тренер айтатын кимеңдер деп. Ана адам өзінің дыханиесін есту керек. Деген. Ал кейде бойда сол дауыстар шығады ғой. Бұл психологиялық түрде влиять етеді. Дайын боласың деген сияқты. Деген кезде ада шашайынша қан сияқты құттай қан көрдің ба? Уже анау деп қалдың ғой. Ұтылып отырмайын деген сияқты. Сондай бар енді жаңа. Дайымыз бар да. Вообще мына қатты жоқ болуы мүмкін, бірақ та мен бір байқағаным, мен кезінде Астана Арлан Сәмен бойларын қарап жүрдім да. Сол кезде кішкентай қан шықса тоқтатып тастайтын дейсің бе? Қазір ондай жоқ сияқты, андай. Пока боец или там тренерский штаб андай ақны лақтырмағанша төлесе беретін сияқты. Сол Астана Арлан қайда қазір? Сол күшті еді, хабардан болады. Астана Арлан дейтін беске төлесе. Потолок болды ғой сол. Сол Ерасылдың жүретін жері ғой мысалы. Ерасылдың жүретін жері. Жоқ, қазір кешегі негізі 300-ді Қазақстанда көп адам
көбісі қарамаған сияқты мен ойымша, өйткені қазақтар болмады да. Қазақтар болмады, еще 300-дің составы негізі қатты емес еді. 300-ге менің ойымша типа Конор қайтып келген кезде 300 болу керек деген сияқты еді ғой. Мен ойымша 300-ге дайындалу керек сияқты. 300 ғой юбилей енді. ма? Иә, біреуді шақыр хотя бы деген. 299-да қызығырақ болған сияқты. Сөйтіп бағана айтпақшы кім алды ғой? Макс, Цакурян деп Царукян алды ғой. Царукян ол әлі пока ерте болған үлкен бойларға. Кім? Макс алды ғой. Макс қойды. Сөйтіп бірден кімге вызов тастады? Топоряна, испандық. Где ты этот бірдеңе бык деп бірден қалай лақтырды. Сөйтіп ол ана түрі бүйтіп қалған ғой, анау неше маған лақтырып жатыр ма деп, кеше ғана чемпион болып едім ғой деп, ана жерде не істеп жатырсың деп, мынаумен ба төбелесем соңғы секундқа дейін деп, соңғы секундқа дейін расслабон бермеу керек. Ал Царукян бағана ренжімеңдер, мен Царукянға үлкен бойға ерте деп кешір айттым. Ислам Махачевке кім лақтырды? Арман Исламға бой лақтырды, бірақ Ислам жоқ, мен Полямен төбелесем десе. Нет, Ислам давай төбелесейік деді, бірақ оказывается Ислам келесі бой Дастин Пориемен екен. Примерно сол 1-2 ойдан кейін Арман мен Исламның тамаша, екі қарасақ жігіт төбелесіп жатқан сияқты. Арман мен Исламның бойын көреміз. Тамаша, жақсы конкуренция, жақсы уже интересный бойлар болайын деп жатыр бұйыртса. Сосын Америкада, сосын Испанияда бір UFC-дің UFC 306-307 деген сияқтар өтеді. Примерно сол августке қарай Шавкаттың да бойын күтіп қалатын шығармыз бұйыртса. Мен ана заттан қорқамын. Шавкат бір ұтылып қалса, барлық UFC-ның фанаттары біздің Қазақстанда жоқ болып кете ма деп. Біздегілер сондай ғой енді, бір ұтылып қалдың ба жерге тығып жібереді ғой. Шавкатқа енді қатты үміт артамыз ғой. Бірақ та ұтылмау керек деген сияқты қойып тастадыңыз ғой. Ұтады иншалла, бірақ та енді Головкин сияқты жоғалып кетпесе екен деп өзім іштей болады да. Шавкат 29-да, иә? Иә, жас. 29-90 емес па? 30-ға келіп. Негізі UFC-да бар ғой. Неше түрлі елдің боецтары бар, там неше түрлі национальность, неше түрлі стиль бойы. Кезінде бразилияның стиль бойлары болып білесіңдер ме? Жалпы билеп, Паранауэ. И не, қазір на данный момент ең эффективный, ең көп пайыз жеңіс әкелетін осы стиль, ол жаңағы Кавказ нелердің. СНГ стилі. СНГ стиль сияқты, иә, күрес шешіп кетті. Тейкдаун дейтін қатты шешеді қазір. Бір жатсыз осы 5 минут бойы жата береді сол. Бірақ та правила өзгертті ғой. Біз мысалы тейкдаунға жібердің ба, ештеңе істемедің ба, очко берілмейді, тейкдаун есептемейді. Сондай қарастырған да. Жақсы, дұрыс болған екен, сол қызық болу керек қой бой деген. Кеше қателеспесем Асу өзінің инстаграмында бойым датасы барлығы шешілді деді. Енді анонста шығады, көреміз. Асудың алар асуы алдасы. Әлі алда. Асу уже 2 бой өткізді. Бұйыртса 3-ші бой. Енді бір 3-4 бойдан кейін топ 5-дегілермен чотам шығақты бауырлар. Көбісі отказ береді сияқты Асуда. Стиль жаңа айтты ғой, СНГ. Иә, стилі қиын. Негізі сондай оларға төбелесуге қорқады. Исламмен де қатты төбелескісі келмейді көбісі, өйткені Ислам зрелищность аз әкеледі. Жаңағы доминант Хабиб қой Ислам деген. Ислам Махачев Хабибтің UFC-дегі джойстикпен управлять етіп отыратын еді. Баяғыда бір бойы бар еді ғой. Право ногу сразу голову, право ногу. Доши, не спеши. Работай дейтін моим солай шығып кетіп еді ғой, иә. Негізі сол Хабибтардың стиліне қарсы андай ешкім пока андай көп, типа, бұларды былай өту керек деп көрсетпеді да. И соны бұйыртса Шавкат көрсетеді сияқты мен ойымша. Бұйыртса. Бұл UFC 300-де не болмады айтайын ба? Не болмады? Комментарийлерде Қазақстанның туы. Өткені Шавкат, Асу, басқалар шығып. Мен қазақтарға таңғаламын, сол Ерасылда төлешіп жатады, силамен төлешіп жатыр ғой. Андай комментарийде күллі қазақтардың туы, короче. Любой қазақтың атын ұрып қалса, ту жүйелер біздікі поддержка жақсы ғой, қазақтар деген. Нұрекең бастаған челлендж ғой. Мысалы, толтырып тастайды. Бана UFC-дікері біліп алған ғой. Ахмат әкелетін әдейі Шавкат. Әдейі. Чотам деп шақыра берді. Біздің қазақтар даже бар, UFC қатыспасын. Залда Шавкат Рахматов отыр десе, қарайды қазақтар ше. Шавкатты көру үшін бейді. 1 секунд кадр қойды. Деп сосын. Біздің қазақтар сондай неге жақсы ғой? Мына жерге жаңағы 2 қытай қыз төбелесті ғой. Чжан Вэйли мен Ян
Сяюнань. бойды айыра алмадым. Қиын екеуі екен. бар ғой. Көп. Судейский решение 5:00 деп тұр да. Одан кейінгі легкий весте Гейджи мен Макстікі тұр 4:59. Бірақ айтпақшы осы UFC 300-дің бір ерекшелігі барлық өздерінің вестерін қойып бүйтіп андай ешқандай бүйтіп артық нәрсе болған жоқ. Айтпақшы кеше таң қалдым 12 килограмм қосып алғанмын бір күнде. Иә. Алекс Перейра. Иә, восстановление. Иә, жақсы оларды енді докторлар біледі ғой, не жеу керекті, не істеу керектігін. Бір күнде қосып алады, иә. ансал сен соны нетіп алса үйреніп алсайсың. 105. Секретін біліп ал. 1 килограмм қосып үйреніп алайық. Сосын Ержи Прокасовқа жаңа Александр Ракич деген жеңіп, ол да $300 алды. Лучший индивидуальный выступление деген Макс Холл. Жаңа, кстати, Қытайдың екі Қытай қызының төлескеніне тоқталайықшы. $100,000. Тоқталайық. $300,000. Сосын Стерлинг. Үпічік санап беріп отыршы. $300,000 ол 135 миллион. 135 миллион екен. Тамаша. Жақсы. Сосын Стерлинг пен Келвин Каттар ма? Келвин Стерлинг емес пе? Стерлинг деген кезінде Петрянды жеңіп кеткен. Нарушениемен жеңіп кетіп еді ғой. Иә. Шон Мэри ұтып алған боец. Шонның дивизионында Шонға қазір кім шақырып жүреді ғой ана жолы. Шонды грузин жігіт па, мен сені танымаймын дейтін. Шон Мэри негізі ол көбісі неге соң күреспейді екен сол боецпен. Бірақ та ол қолдан жасалған чемпион деп ойлайын. Сондай болып отырсаң эксперт. UFC-дің кім сияқты ма? Конор сияқты, новый Конор. Иә, жаңа поколение ғой ол жігіт. Умармен шықса, екі весте біреуінде ислам, біреуінде Умар болса, онда UFC қызық емес болып кетеді. Иә. Сол новый Конорды бәріміз күтіп отырық, иә. Андай ешқандай мнениеден қорықпайтын, бүкіл границадан аттайтын, яғни резонанс тудыратын ше. Анау айтуға болмайды никак десе де айтатын сондай бір адам керек ше. Еще істейтін, не айтады, соны істейтін адам керек те. Конор тек қана айтпай бәрін істейтін еді еще. Айтпай істейтін еді. Но ұтылғандар бар, но ұтылу керек. Но сонда да ол деген прям характері деген. Ұтай берсең де қызық емес, ұтылай берсең де қызық емес. Конечно. Бүгін екі анонс болды. UFC 302-де 1 июнь болатын Ислам Махачев пен Дастин Паре. Мына бой Дастин Паре дейтін беріле самайтын боец қой, сондықтан мынау қатты болатын сияқты. Осы бойда кімге болетесіңдер? Кім ұтады төлесіңдер ансаған? Бұл жерде енді интерес болу үшін білмеймін, Дастин бой беретін сияқты, бірақ енді исламға болетесің. Бір бас жоғары ғой ислам по-любому. Сосын тамаша жаңалық барша Конорды сағынғандарға, Конор фандарға, жақсы жандарға 30 маусым күні Конор Макгрегор Майкл Чендерлермен шығады. Екеуі де шал ғой негізі, былай. Король вернулся деген сол ғой да. Король вернулся. Өте мықты аренада, сразу мобиль аренада. Неге қарайсың? Конордың сағындығы енді, Конор ұтылса да әйтеуір просто сол картқа шығып төбелес кішкене бар екенін білдіртсе, әйтпесе баяғы мынандай нәрселерді бәрін таратқан сол жігіт еді ғой. Ол стилі таратты, менің ойымша бір Мұхаммед Алидің ба? UFC-ға күшті бір реклама болды. Бір боец UFC-ді қалай танымал қылып жіберді. Мен өз басым Конор үшін көре бастадым ғой. Конор вообще прям легенда деп айтсам қателеспеймін. Закрепить етіп жіберейік, біздің UFC-де қазақтардың әрі қарай қалай ойлайсыңдар, не болады деген сияқты бір-екі айтып жіберейік. Бірден асуда уже жаңа бой бар. Бұйыртса уже анонс барлығы дайын деді. Асуға 3-ші бойда сәттілік тілейміз. Асу енді уже міне UFC-де доминант болып, сондай бір жақсы деңгейге жетсін дейміз. Сосын ұтып келгеннен кейін құрметті ағалар, ақшалы, қалталы қонақ шақыра бермеңдерші ол кісілерді де. Келіп олар тойынады да түрен жасамайды. Андай бір аш болып до конца қалу керек сияқты. Иә, сол шақырады, атпыңыз жақсы ғой енді, внимание бөлген. Жоқ, әділет мен бар ғой. Қатты емес. Мен оны никак оны ете алмайсың. Өйткені осы UFC-да қазақтың боецтарын поддерживать ететін ағалар бітпейді. Біздің қазақтар всегда поддерживать етеді. Жоқ, етеді да оларға. Бірақ та сен лучше боецтарға обращаться етеді. Боецтар сендер өздерінің ұстандарымен сияқты ма? Может, ана қазір көп жағдайда біз мемлекет жаңағы ММА-ға көп ақша бөлмейді.
Мен де байқадым, кстати, да. Оны өздері алып шығады жаңағы букмекерлік кеңселер арқылы. Хотя кейбір спорт түрлеріне қарағанда мына ММА прям 15-100 есе көп реклама келіп жатыр біздің елімізге. Иә, ол футболмен өзіңді еліңді дамытып отыр. Мысалы Марокко дейтін елін білмеймін мен по идее. Содан кейін мысалы UFC-де жаңағы қазақтар газовать етіп жатса, мынау қандай ел деп қарайтын сияқты. Гуглдан қарап. Туымызды біледі деген сияқты ғой. Иә, туымызды біледі ғой. Украинаға ұқсайды деп. Так, біз Асуды айттық. Бекзаттың енді қалған екі бойын екеуінде де жақсы көрсетті деп ойлаймыз. Өйткені Умар деген сол топ 3-ке примерно кіреді ғой негізі по силу. Бекзатқа да сәттілік. Одан кейін Азатқа сол егер болатын жер болса, соған ертерек барып, сол жақта тренировочный лагерь ма? Сол жерде. Бізде виза ғой проблема. Виза проблема, сосын Азат сол не үшін ерте бармағаны, өйткені ақша үнемдеп деген сияқты сондай бірдеңе болды ғой. Негізі Виза и спонсор деген сияқты нәрселер ғой. Осы ағылшынша үйрену керек сияқты біздіктерге. Ағылшынша үйрену керек. Переводчиксі уже. Бірақ Шавкат енді ағылшынша сұрақ қойса қазақша ұрып отыратын ұнайды бір жағынан. Мен озым деп. Мен как ой құрсын көріп қалып әлі. Ең қатты маған ұнағаны бірдеңе бос уақытыңызда не істейсіз деп ағылшынша сұрақ қойды. Бос уақытымда сол үйде телефон шұқылаймын ұйықтаймын. Күшті ғой андай. Мен де соны істеймін ғой негізі. Телефон шұқылаймын ұйықтаймын, мен де андай күшті андай сезіп қалдым өзімді. Не деп жатыр дейді ғой, сол күшті ғой, не деп жатыр дейді да андай. Есіде сол күшті естіледі. Шафқаттың қарапайым Шафқаттың қарапайым қатты қарапайым ба деп ойлаймын. Тойдағы бір видеосын көрдім. Қалтаңда 10 теңге болса қойып кетесің ғой. Төлең деп. Шафкаттың ең жаңағы спортқа деген қатты қарағаны өзінің қарындасын тойына барған жоқ. Мысалы Америкада болды, қыз қарындасы ұзатылып жатыр, видео арқылы сәлем жолдады. Бірақ та енді жұмыстың аты жұмыс, қарындасы жаңағы біздің Нұрсұлтан деген ағамыз бар, тоже спорт саласында соған күйеуге шықты. Оны неге айтып отырмын? Жақсы. Жалпы да құлақ қабыс болсын. Енді бұйырса Шафкат арқылы Сора барады деген үміттемін, өйткені ағасының несі влетит деп ойлаймын. Шафкатта уже, мысалы үшін Шафкат қазір бойы болса, там 1-2 ай бұрын лагерь дайындалып, сөйтіп басқа да чемпиондармен дайындалып бір залда сондай. Уже Шафкаттың UFC-дағы дайындығы уже чемпионский сияқты. Командасы бар, сондай үлкен жақсы залда дайындалады, ертерек барып деген сияқты амбициясы уже чемпионский екен көрініп тұр. Сол чемпионский амбицияны біздің басқа да боецтерге беруін жұғысты болсын. Сөйтіп дайындалып, уже сен кімдермен дайындалып жатсың деген кезде аналармен дайындалып, андай бар еді. Типа мен Шафкатпен бір залда дайындалдым, ол мықты дейтін сияқты комментар бар ғой. Еще біздің Ақтөбе қаласында Еркін күш деген зал бар. Біздің залдан 2 UFC жауынгері шыққан. Күшті ғой ма? Топ мысалы Сергей Морозовпен Жалғыз Жұмағұл. Ол да барлық найзаның барлық болды, мысалы дивизиондағы поездар біздің сол залда. Тамаша. Жас боецтер болса, сол Айбек ағаймен сөйлесіп, Атлант Еркін күшке келіңдер, қатты ұрады ол жақта деген ойнайды. Ұрлар егер банк тонайын демеңдер, Еркін күшті тонап кетіңдер. Поездар көп ана жақта. Иә, мен рухтыкін апарайын деп. Бірақ та мен барған кезде сол залда жүремін ғой енді. Тренировка істеп жүрген кезде. Етіп андай айтқысы келеді да, бірақ өздері де сол сфераға жақындап келатқасын, қойшы дейді маған. Жүре берші дейді ма? Жүре берші дейді. Бізде осында отырған көрермендерден кішігірім сұрақтар бар, қойып жіберсек. Так. Осы бойға настроен қалай? Осы бойға настроен қалай дейді. Бір жағдай болып қалды, короче, мен отбасылық жағдайыма байланысты жаңа Таиландта сборда жүрген кезде мамам шақырып алды, 2 айға қалғым келді. Балам болса төйлесіп жүресің ба? Мен әр бой сайын мен мамаға звондаймын и видеоға мысалы отып болғаннан кейін мама деп обязательно жасаймын. Өйткені маманың жүрегі тынышталу керек та. И бойға кеткен кезде мен айтпаймын бойға кетіп баратым деп. Медиа футболға кетіп баратым деймін да. Осыны видеоны несен, біз мамалар сондай WhatsApp группаға салып қояды ондай. Содан кейін барып айтады, сен маған обещание бердің ғой деп. Осы соңғы бойым деп ойлап отырмын мен. Мамаға айтқан,
қойшайшы үйленшейші деді да. Білмеймін, енді көреміз. Ақша нормально беріп жатса, енді мамаға енді 50% беремін. Мама ертең 50% алғаннан кейін төбелесейші десе Потом үйленесің деп. үйленесің ғой төбелесейші десе. Жұрттың балдары 100 000 доллар. Басқа сұрақтарың болса Упучукқа. Сол настрой өте мықты. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, менің құлағанымды күтіп отырғандар бар енді. Бір удар шешіп кетеді ғой, 1 секунд шешіп кетеді, құдай біледі, бірақ та менің өзімнің жеке фанаттарым бар, соған қуанамын. В основном кәдімгідей сенетін. Иә. Тамаша. Негізі мотивация мамам деп отырсыз ғой. Мотивация мамам. Мамам және 2004 дейсің. Саған жаңа көрермендерден бір сұрақ болды саған. Қашан үйленесің? Сначала бой, потом той. Дейді. Досым, ақша. Иә. Осындай Ақшаны көп табамын ғой. Бірақ сен Сначала келін, потом келін. әділет сәлден сен кейін деген өтетеді екінші деп үйленіп отыр. сен 2003-ке үйленіп кетпе, сен 2004-ті изменять етпе. 2004-тер ренжітпе. Иә, баяғыда сүйгенді қалататын едім, ұрғанды қалататын. Не қойып кетсең де. Осындай көтеріңкі көңіл күйде біз бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сосын келесі бізде қонақта кім болсын, соны жазып кетіңіздер. Айтпақшы, бізде келесі шығарылым бұйыртса Чемпиондар лигасының қарымта матчтарынан кейін болады. Аман сау болыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Упучук. Рахмет келгеніңіз. Жігіттер, баршаңа айтып отырсың ғой, ерекше шапалақ болды деп. Рахмет көп сіздерге де шақырғандарыңызға. Бірінші осылай подкаст мен. Тамаша, иә, менде дебют. Сол дебютіңмен құттықтаймыз. Алматыда жүрсең шақырады екен. Болды. Аман сау болыңыздар. Сіздердің инсайт подкасттарыңыз және олардың жүргізушілері Ерік және Аңсаған.